Сәлем баршаларыңызға. Бүгін осындай ерекше әдемі ободок түрін жасайтын боламыз. Кішкентай қыздарға арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай ободок керек болады, яғни основасы қызыл жіп, қызыл лента. Бұл лента обычный лента емес, атлас матадан емес, басқаша осындай тастар керек болады. Жемшук, өздеріңіз қалауыңыз. F600 ыстық клей пайдалансаңыздар да болады, немесе осыны пайдалансаңыздар болады. Қазір жұмыс барысында сіздерге көрсетемін. Осындай лента біз өлшеп аламыз, сол үшін керек. Линейка болса да болады. Главное 30 сантиметрден жетерлік болса болды. Бірінші 30 сантиметр белгілеп аламыз. 30-ды, одан 30-дан екеу, 20 сантиметрден екеу, 10 сантиметрден екеу. Осылай белгілеп аламыз. Осылай белгілеп алыңыздар. Кішкентай қыздарыңызға, садикке баратын 3-4 жастағы қыздарға арналған өте әдемі ободок. 30 сантиметрден екеу. Осындай болады. Енді қалай тігетінін сіздерге көрсетейін. Жіпті өткізіп аламыз инеге. Инеге осылай оң терісін аламыз. Оң жағынан бастап осылай тігіп бастаймыз. Егер бұдан да жіңішке болып кетсе, онда толқын сияқты болатыны жіңішке болып кетеді. Ал егер қалың болсаңыздар, үлкен толқын болады. Мінекей осылай тігіп шығыңыздар тақатса. Осылай тігіп шығыңыздар. Осылай бір тігіп алғаннан кейін тартамыз. Қатты тарт жүрмеңіздер, сәл-сәл босаңсып тұрсын. Енді осына кері қарата үстінен жүріп отырамыз жіптің. Соңғы шашақ шығып тұрған шетін ішке қарай қайырып, тігіп барып тұрып, обратно тігеміз, яғни қарама-қарсы жағын. Осылай тігіп шығасыздар. Енді 30 сантиметр, 20-ны 10-ды да тура осылай тігіп шығасыздар. Енді міне біз тігіп болдық. 6 штук болды, яғни 6 түрлі 2-2 штуктан тігіп шықты. Осылай фетр деген матаны алып, кішкене бөлігін қиып алыңыздар. Жақсы тұру үшін, формасын жақсы сақтау үшін керек болады. Осылай сопақша етіп, дөңгелетіп мен қиып алдым. Енді осыған бірінші 30 сантиметрлік лентамызды тігіп шығамыз. Екі шетіне қарай. Осылай үстінен басып тігеміз. Осылай екінші жағында тігеміз. Ортасына арақашықтық қалдырамыз. Қалған төртеуі сыю үшін көз мөлшерімен.
Бірінші осы 30 сантиметрлік қиған лентадан бастап тігесіздер. Бірінші 10-нан бастап тігу дұрыс емес. Себебі бірінің үстіне бірін тігесіз, міне екіншісін тігіп көрсетіп жатырмын. 20 сантиметрлікті. Енді түсінікті болды. Бірінің үстіне бірін тіккеннен кейін үлкеннен бастаған дұрыс. Осылай тігіп шығасыздар. Мінекей мен біттім. Өте әдемі шықты. Бірінің үстіне бірі әдемі болып тұр. Жақсылап тігіп, болғаннан кейін ортасына мен клеймен тасты жабыстырамын. Енді бұл жерде тікпей ыстық клеймен жабыстырсаңыздар болады лентаны, бірақ былай істесеңіз де болады. Бұл F600 деген клей лентаға жабыспайды. Лентаны жабыстырмайды, тек осындай тастарға, жеңіл заттарға ыңғайлы. Егерде неге өте әдемі шықты. Егерде мен осылай лентаны жабыстырып жатырмын, егер жабыспай қалып жатса, тоже фетрді лентаға тігіп шығыңыздар. Мінекей ободоктың шет жағына қарай, тура ортасына емес шет жағына қарай істесеңдер өте әдемі шығады. Достар, видеоны лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісіп жатсаңыздар. Рахмет.